Алматы облысы Райымбек ауданы Саржаз кәсіптік техникалық колледжі алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің оқытушысы кіші сержант Нүсіпболдаш Жұмағалиұлы. Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жергілікті жерде картасыз бағдарлану. Сабақтың мақсаты өзінің тұрған жерін, көкжиек тұстарын түрлі бағдарларға қатысты анықтай білу, әдіс-тәсілдермен таныстыру. Әрбір жауынгер ұрыс даласында табысты әрекет ету үшін қаруды мүлтіксіз меңгеріп қана қоймай, жергілікті жерде дұрыс бағдарлана білуі қажет. Жергілікті жер әскерлердің ұрыстық әрекеттеріне елеулі ықпал етеді. Бағдарлану. Жергілікті жерде бағдарлану бұл көкжиектің тұстарына қарай бағыт табу, яғни солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс. Бағдар деп жақсы айқындалатын жергілікті заттар мен бедер элементтері қатынасында өзі тұрған орнын анықтап, қозғалыс бағыты және нысаналар мен объектілердің орындарын көрсетілуін айтамыз. Компас бағытты анықтайтын құрал. Ережелер. Бірінші, компасты тегіс жерге қойып, компастың стрелкасын тоқтағанша күту керек. Екінші, компастың стрелкасын көкжиектің солтүстік тұсымен сәйкестендіру. Үшінші, айналадағы заттарға компасты бағыттау. Төртінші, азимутты анықтау немесе азимут бағыт. Көкжиек тұстарын күнге қарап сағат арқылы анықтау. Таңғы сағат 7:00-де көлеңке батысқа түссе, сағат 13:00-де оңтүстікке, сағат 19:00-де шығысқа түседі. Көкжиекті күн бойынша сағат көмегімен анықтау. Сағат көлденең орналастырылып және сағат тілінің ұшы күнге қарай бағытталып бұрылады. Сағат меңзерімен күнге бағытталған циферблаттағы бір санның бағыты арасын ортасынан бөлетін түзу оңтүстік бағытын көрсетеді. Түске дейін 10 сағатқа дейінгі, ал түстен кейін 10 сағаттан өткен соң доғаны ортасынан бөлеміз. Оңтүстік бағытын біліп алған соң, көкжиекті басқа да тұстарынан оңай табуға болады. Көкжиек түсін темірқазық жұлдызы арқылы анықтау. Көкжиек түсі түнгі ашық аспанда әрқашан солтүстік бағытта орналасқан темірқазық жұлдызы бойынша анықталады. Оны жеті қарақшы шоқ жұлдызымен оңай табуға болады. Ол үшін көрсетілген шоқ жұлдыздың шеткі екі жұлдызы А және В арқылы өтетін түзуді ойша жалғастырамыз. Осы екі жұлдыздың арасындағы қашықтықты 5 рет көзге көрінетіндей түзу бойына саламыз. Соңғы қашықтықта темірқазық жұлдызы көрінеді. Жер бетіндегі заттар бойынша көкжиектің тұстарын анықтау. Құмырсқалар өз илеуін ағаштың, түбіртектің немесе бұтаның оңтүстік жағына салады. Илеудің оңтүстік жағына түйетайлы, солтүстік беткейі одан гөрі қиялау келеді. Жеміс пен жидектің оңтүстік жағы қызғылтты болып келеді. Ағаш қабығының оңтүстік жағымен салыстырғанда солтүстік жағы бұжырлау және күңгірттеу болып келеді. Ағаштың бұтақтары мен жапырақтары оңтүстік жағында қалың және ұзын болып келеді. Жеке тұрған ағаштар мен тастардың оңтүстігінде шөп қалың өседі. Үйге тапсырма. Жергілікті жерде бағдарлану нені білдіреді? Екінші, көкжиектің түсін күндіз және түнде анықтаудың қандай тәсілдері бар? Үшінші, тұспағар қалай пайдаланамыз? Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.